Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, иісі бүкіл үйіңізді алып кететін мясо по-тайски дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді соломка етіп турап, 2 ас қасық соя тұздығын қосып, араластырып қоямыз. Сол уақытта майымызды қыздырып, 2 ас қасық қант қосып, толықтай қантымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Қантымыз ерігеннен кейін етімізді жайлап салып, орташа отта пісіріп аламыз. Етіміздің сөлі жайлап бөліне бастағаннан кейін осылай 1 бас пияз, 1 бас сәбіз және де 2 бас болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырасыздар. Орташа піскен уақытта қиярымызды қосамыз. Дәміне қарай соя, тұз, қара бұрыш, паприка, паприканы қызыл бұрышпен алмастырсаңыздар болады, имбирді қосып, жақсылап араластырасыздар. Беттестіріп су құясыздар. Бетін жауып 10 минутқа бұқтырып қоясыз. Осылай дайын болды. Алдын ала асы болған күрішімізді қойып, гарнирмен ұсынасыздар. Ас болсын.